رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, жамағат. Сіздермен шамаил сабақтарын жалғастырамыз. Естеріңізде болса, өткен сабақта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның әзілдесуі жайында келген хадистер және өлең оқуы жайында келген хадистер. Өлең дегенде шиар ғой, өлең жолдары. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам өзі өлең шығармаған, ешқашан бір бәйт болса да, яғни жарты шумақ болса да құрастырып өлең шығарған емес, бірақ өзіне дейінгі немесе өзінің заманындағы өлең шығаратын адамдардың, ақындардың өлең жолдарын оқыған деп айттық, түйіндедік. Өйткені Құранда ол ақын емес, оған өлең шығару ешқандай тиісті де емес, дұрыс та емес, янбағи деген лә яджуз, яғни оған дұрыс емес деп Алла Тағала айтқан дедік. Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның құзырында, тіпті мешіттің ішінде, әл-харамның ішінде өлең шумақтарының оқылғандығы, оған Омар радиаллаху анху тыйым салып жатқан уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қоя сал деп рұқсат бергендігі жайында да хадистерді келтірдік. Енді осы жерде жалпылама Айша анамыз сұраған уақытта айтты ғой, бұл шиырдың, яғни өлең оқудың немесе шығарудың, болмаса жаттап сонымен айналысудың деген сияқты өзінің бір ережесі, жолы бар ма деген уақытта ол да бір кәдімгі сөз ғой, жақсысы жақсы, жаманы жаман деп айтқан. Яғни басқа адамның аузынан шыққан сөздерге қалай баға берілетін болса, бұған да солай баға беріледі. Яғни біреу мысалға жаман, жалған, өтірік араласқан, біреуді өсектеп ғайбаттап жатқан, немесе боқтық сөздері бар, сөз айтса, онысы күнә болады да, ал жаңағыдай ешкімнің ақысы жоқ, ешқандай жамандығы жоқ, жақсы сөздер айтса, онысы жақсы сөз қатарына жататыны белгілі ғой. Бұл нәрсеге де солай қаралады деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ережесін қойып берген. Одан кейін біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түнгі әңгіме айтатын айттық, оны сәмар деп атайды. Сәмар деген айдың жарығы дегенді білдіреді. Өйткені сол уақытта одан кейін де адамдар айдың жарығымен түнгі уақыттарда әңгімелесіп отыратын болғандықтан сол айдың жарығы деген сөзбен аталып кеткен. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мына бір әдетіне, сүннетіне қайшы келетін болғандықтан, яғни бір қараған кезде сол үшін түсіндіріп кеткен ғалымдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды сахабалар айтады, құптанға дейін ұйықтағанды және құптаннан кейін әңгімелесіп отырғанды жақтырмайтын еді дейді. Құптанға дейін дегені шам намазынан кейінгі уақыт қой, құптанмен арасы. Соған дейін ұйықтаған, яғни құптан оқымай, мейлі ол тіпті құптанның уақыты кіргеннен кейін болса да, құптан оқымай ұйықтағанды және құптан оқып болғаннан кейін әңгімелесіп отырғанды жақтырмайтын еді деп келеді. Оны жаңағы хадиспен алсақ, кейбір уақыттарда, енді күнде емес, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түннің біраз уақытына дейін, тіпті азанға дейін осылай әңгімелесіп уақыт өткізетін болған деген хадисі енді бір-біріне қарама-қайшы келіп тұр ғой. Соны түсіндіріп ғалымдарымыз айтады, егер бос, пайдасыз, тіпті кейбірі күнә болып есептелетін әңгімелер айтумен болатын болса, онда ол құп көрілмейді. Ал жоқ керісінше, мысалы отбасы мүшелерімен жақындасу, яғни сонымен емен жарқын сөйлесіп, арадағы қарым-қатынасты жөндеу, я болмаса мейлі діндес бауырлармен бас қосып, сондай бір жақсы пайдалы әңгімелер айту, сұхбат құру, я болмаса Құран сабақтар болып жатады бізде қазір құптаннан кейін. Мысалы осы кезде де құптаннан кейін отырмыз. Сол сияқты дүниесі мен ақиретіне пайдасы бар істер болатын болса, отырған кездегі, әңгімелесіп отырған кездегі тақырыбы, онда рұқсат дейді. Ал егер жоқ, құр босқа, әшейін бос әңгіме болатын болса, онда оны пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жақтырмағандықтан ол макрух саналады дейді. Бір жағынан қарап отырсаңыз, қазір айтып жатыр ғой, ерте ұйықтап, ерте жататын болса, адамның
денсаулығы өзінен өзі жөнделеді деген сияқты. Шынымен де я денсаулығыңа пайдасы болмаса, я жаңа ақиретіңе пайдасы болмаса, олай бос отыруды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жақтырмаған. Енді сондай түнгі әңгімелерінің бірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің әйелдерімен деп келеді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірнеше әйелі болды, солармен әңгімелесіп отыратын еді дейді. Бұл жерде Мулла Али Қари түсіндіреді, ол жерде әйелі болуы мүмкін, қыздары болуы мүмкін, жалпы өзінің отбасы әулетіндегі әйел азаматтармен ғой енді. Сонда бір күні Айша анамыз мына бір хикаяны, кешегі жаңа 11 әйелге қатысты хадис қой, Зарх деп аталатын. Осы бір хикаяны айтып берді дейді. Бір риуаяттарда, бірақ енді оны Мулла Али Қари нақтылау керек дейді, ол нақты емес дейді. Бұны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан дейді. Енді бұл арабтарда бұрынырақ, сонау жахилиет кезінен келе жатқан әңгіме, қисса ғой. Бұл болған ба, ол болмаған ба, оны бір Алла біледі. Жалпы арабтардың аузында, сол ел аузында айтылып келе жатқан әңгімелер. Бізде де бар ғой, не бір хикаялар, қиссалар, әфсаналар, ішінде қарасаң бір достыққа үндейтін, бір бауырмалдыққа, адалдыққа шақыратын, сондай туыстықты насихаттайтын мазмұны бар, сондай бір мағыналы, ғибратты әңгімелер болуы мүмкін. Ол ешқандай аятта емес, хадисте емес, я болмаса белгілі бір оның авторы да жоқ, оны сен әуезовтікі немесе басқаныкі деп те айта алмайсың. Ол сонау замандардан келе жатқан, тіпті кейбіреулері бүкіл халықтарға ортақ, адам аттары, жер аттары, су аттары өзгереді. Ол жаңағы әңгіме, қисса, ол өзбектер де айта береді, оны қазақтар да айта береді, өздеріне келтіріп алып түріктер де айта береді, оны кейбір басқа да елдер айтуы мүмкін, татарларда да болуы мүмкін ол әңгіме. Сондай әңгімелердің бірі ғой енді арабтардың аузында келе жатқан. Енді біздегі мынау Тирмизидің хадисінде Айша анамыз айтады. Бұл қиссаны Айша анамыз айтты дейді. Бәрібір де соңында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл қиссаны соңына дейін тыңдап болғаннан кейін, оны құптап мақұлдағаннан кейін бұл хадиске айналды. Бұл бәрібір де хадис болып есептеледі бұдан кейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мысалға арабтарда бұрыннан келе жатқан мақал бар. Унсур ахака залиман ау мазлуман деген. Бауырың, яғни оныкі дұрыс болса да, оныкі бұрыс болса да, сен оған көмектес деген мақал ғой. Мысалға біреумен жаға ұстасып жатыр, бұл оған зәбір көрсетіп жатыр ма, жоқ әлде ол бұған зәбір көрсетіп жатыр ма, маңызды емес. Бауырың жағына шықта, сол бауырыңа көмектес деген мақал ғой арабтардағы. Соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан бір уақытта. Сосын арабтар түсінбей қалады, ау біздің асабия деген нәрсені, жершілдік, рушылдық, менің бауырым болғасын көмектесем деген дүниені біз ислам келгелі тәрк етіп едік, мынау сіз мақалды қалай айтып тұрсыз деген кезде, бұл жердегі бауырыңа көмектесу деген сөз, егер ол біреуге зұлымдық жасап жатқан болса, сен оның қолын тый дейді. Бауырыңа болысып сен оны бірге жық ұр деген сөз емес, сен бауырыңды тоқтат дейді. Сол арқылы сен оған көмектесесің. Біреудің күнәсін мойнына арқалап ертең ақиретте азап шекпейді деген мағынада айтты. Қарасаңыз енді бұл сөзді мақал десеңіз де болады, арабтың мақалы, немесе хадис десеңіз де болады. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам аузынан шықты бұл. Көрдіңіз ғой? Сонымен Айша анамыз айтады, бір күні 11 әйел дейді, отырып өзара мына бір нәрсеге келісті, мәмілелесті. Алла яктумна мин ахбари азважихинна шай'ан. Өздерінің күйеулері жайында барлық нәрсені айтамыз деп келіседі ғой. Жақсысы болсын, жаманы болсын, мақтайтын жерінде мақта, даттайтын жерінде датта. Қазір тема, тақырып біздің күйеулеріміз туралы болады деп келіскен ғой енді. Енді отыра әңгіме деп бітеді ғой, сосын жаңағыдай неше түрлі нелер шығады ғой. Сондай болса керек. Сонымен соған тоқтайды барлығы. 11 әйел, бұны енді бұрынырақта болған дейді, бұл Меккенің төңірегінде болған оқиға дейді, сонау ерте замандарда. Бір кітаптарда Йемен жақта болған дейді. Жалпы арабтардың әңгімесі ғой енді бұл. Сөйтті де біріншісі айтты дейді, 11 әйелдің оқиғасы осы жерден басталады. Зәужи лахму джамалин ғассин аля раси джабалин вa'рин. Бұл бір жағынан қарасаңыз, мына осы бір ғана хадис, оқу орындарында, араб елдерінде, араб тілі, араб әдебиеті сабақтарында немесе факультеттерінде
бұл кәдімгі пән ретінде бір белгіленген бір тақырып ретінде оқытылады. Өйткені бұның ішінде сондай арабтың сондай шешендік сөздері, жаңағы небір әдеби, жаңағы теңеу, метафора сияқты әдеби стильдері барлығы қамтылғанда, өте терең, өте бір қиын, тіпті ұмытылып кеткен, ескірген, көнерген сөздердің барлығы осының ішінде бар. Бір рет біз университетте осыны айттым ғой, өткенде Ясир Ас-Суради деген ұстазымыз Нұр Мубарак университетінде жұма уағызын бірінші араб ұстаз айтады, біз аударамыз, онан кейін сол мешіттің имамы шығып айтады, 2 рет уағыз болады ғой. Сол осы хадисті бір 3-4 жұмама айтып берген. Сонда жаңағы бірінші алып жұмаға шығардың алдында дайындалып қарап отырған уақытында тағы бір ұстаз бол, Сибай деген, ол ислам өркениетінен береді. Сол берші не оқып жатсың деп көрді, әрі оқыт, бері оқыт, мынау арабша ма дейді ғой жаңағы. Ұстаз екінші ол да араб қой былайша. Мынау арабша ма дейді. Соған қарағанда қарасаңыз сөздерінің барлығы қиын да. Сол үшін де имам Тирмизи мына хадистің соңына әр сөзіне түсіндірме беріп кеткен. Мынау мынандай сөз, мынау мынандай сөз деп. Жаңағы неше түрлі бізде де бар ғой қазіргі уақыттарда да. Сонымен жаңағы бірінші әйел айтты дейді. Менің күйеуім арық түйенің еті сияқты. Жаңағы қиыршық тастардан құралған таудың үстінде тұрған дейді. Былай шыққан кезде бір таудың үстіндегі арық түйенің еті сияқты. Ла сахлин файуртақа ва ла саминин файунтақал. Ол бір барып алайын десең, оған бару қиын, ана тау кілең тастардан тұрады, аяқпен оның үстіне не шыға алмайсың, не тұра алмайсың. Соған төзіп, сабыр етіп, бірдеңе қылып әйтеуір жетем ғой деп тырысайын десең, барғаныңа тұрмайды ана түйенің еті дейді, арық түйенің еті дейді. Жалпы арабтарда ең жаман ет арық түйенің еті деп келтіреді Молла Али Қари түсіндірмесінде. Енді бұл не деген сөз? Бұл жерде күйеуінің біріншіден мінезі сипатталып жатыр дейді. Бір қабағы ашылмайтын, ешқашан бір жаңағы не дейді, қар жауып жүретін адамдар бар ғой. Сондай дейді. Оның бір көңілін тауып, оның бір жаңа жүзіне күлкі бітіру үшін біраз билеу керек деп тұр ғой. Олай істейін десең, оның өзінде ол бір мырс ете қалады көп болса. Оның өзінде қатты бір қабағы ашыла қоймайды дейді. Екіншіден, бұл жерде оның сараңдығы меңзеліп тұр дейді. Шарнуби, имам Шарнуби түсіндіріп айтты, сараңдығы меңзеліп тұр дейді. Қытымыр да өзің әйеліне еш нәрсе бермейді. Оны алу үшін сен ас үстіне түсіп, жалпақтап, біраз оған жаңағы тырысуың керексің дейді. Өтейін десең, соның өзінде беретіні шамалы дейді. Анау Абу Суфиянның әйелі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп айтады ғой, менің күйеуім Абу Суфиян өте сараң адам, бірақ өте бай кісі. Сөйтті менің өзіме және балама жеткілікті нәрсе бермейді дейді, ақша дүние бермейді деп тұр ғой, керек жарағымызды алатын. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деп жауап береді? Сен өзіңе және балаңа жеткілікті мөлшерде оған білдіртпей ал дейді. Керегіңді ұрлап ал деп тұр ғой өзің күйеуіңнен. Ер кісінің, ер азаматтың ең бірінші міндеті нәпақа табу және оны отбасына жұмсау ғой. Егер ол дүниені сен тауып ешкімге бермей, не өзіңе жұмсамайсың, не отбасыңа жұмсамайсың, не басқаға бермейсің, солай сақтай беретін болсаң, бұл не қазақ тілінде не деп аталады? Бұл дүние қоңыздық дейді ғой. Бұл дүние қоңыздыққа жатады. Ол тек әйеліне ғана емес, ол ешкімге де жақпайтын, тіпті Алланың алдында да бір жаңа сүйкімсіз қасиет болып есептеледі. Екінші айтты дейді. Зауджи ла усиру хабара. Мен күйеуім жайын айтпай қояйын деп айтты. Инни ахафу алла адара. Қазір бастасам тоқтай алмай қалам дейді. Ин азкурху азкур уджраху ва буджрах. Қазір айтатын болсам, мынау сыртқы, ішкі айып, нұқсан кемшілігін бәрін айтып шығамын дейді. Сосын ақыр аяғында не болады? Жек көрінішім артады, сосын ұрыс керіс болады, сосын маған талақ береді, сосын балаларыммен жесір қалам, оларды кім бағады, ар жағы қоя қой, одан да тыныш отырайын деп тұр ғой. Несін сұрайсыңдар дейді. Бұл да неге жатады? Бұл да енді мақтағанға жатпайды ғой. Үшіншісі, заужина ашаннақ. Ашаннақ деген түсіндіреді, менің күйеуім жаңа Молла Али Қари оны сөзді түсіндіріп айтады, анықтамасын. Аузыңды аштырмайды, сенің ой пікіріңді тыңдамайды, өзінің тек қана айтқанын болғызады, болмаса таяқ жейсің,
Оған бірдеңе деп айтуға қорқасың, бата алмайсың. Қазір абьюзер дейді ғой. Сондай ғой қысқасы. Оны айтайын десең, қуып жібереді дейді, талақ беріп. Ал үндемей жүре берейін десең, бұл жердегі о аллах деген сөз Құранда да келеді. Не бар емессің, не жоқ емессің дейді. Жаңағы фатазаруха кал муаллаха дейді ғой, ана әйелдеріңе көңіл бөлмей, мән бермей қоймаңдар, Бақара сүресінде айтады. Оларды не ол біреудің әйелі сияқты емес, не бір жаңағы ажырасқан біреу сияқты емес, сондай муаллах деген екі ортада ілініп қалған деген сөз ғой. Сондай екі ортадағы күйде қалдырып қоймаңдар деген аят бар да Құранда. Мен сондай күйдемін дейді, жаңағы кісі айтады. Төртіншісі заужи калайли тихама дейді. Бұл жерде енді не үшін бұның барлығын айтып жатырмыз? Жалпы әйел адамдар өзінің күйеуінен нені күтеді, және қандай қасиеттерін жақтырмайды, қандай қасиеттерін ұнатпайды, сол нәрселер ғой енді. Қарасаңыз мінезін айтып жатыр. Адамға шынымен де ол мейлі отбасында болсын, мейлі ортасында болсын, адамның ең керекті нәрсесі ол мінезі ғой. Жақсы, көркем мінезі. Сонысымен ол ортада сыйлы болады, сонысымен ол жүрген жерінде абыройлы болады. Оның жақсы қасиеттері көп болса, адамдар да оған үйір болады, қаумалап айналасына жиналып тұрады. Онымен бір әңгімелескісі келіп тұрады, араласқысы келіп тұрады. Бөтен адамның өзі осындай болатын болса, ал енді үйіндегі жаңағы отбасы мүшелері оны одан бетер жақсы көреді ғой. Сондықтан мінезін айтып жатыр, сараңдығын айтып жатыр, көрдіңіз бе? Жаңағыдай дөрекілігін, қаталдығын. Төртіншісі айтты дейді, менің күйеуім Тихаманың түні сияқты деп. Тихама деген мынау араб жазирасы бөлінеді. Бір беті Хижаз, Меккенің төңірек жақтары Тихама дейді, тағы да солай жаңағы Нәжд дейді мысалға. Солай бөлінеді. Енді сол Тихама өлкесіне жататын жерлердің ауасы сондай керемет. Түні де жаңағы салқын, суық емес, күндізі де ыстық емес, сондай бір қатты желі де жоқ, жай ғана самал леп соғып тұратын, сондай бір курортный әдемі жер ғой енді. Салыстырмалы түрде да әрине. Ла харрун вала қаррун вала махафата вала саматун дейді. Ол жаңағыдай Тихамаға не үшін теңегенін айтып жатыр да, ыстықта емес, салқында емес. Мінездегі ең керемет нәрсе негізі орта жол. Мынау жаңа кімнің Әл-Ижидің кітабы бар, Ахлақ трактаты деген. Сол жерде немен сызғышпен келтіреді. Ифрат тафрит деп мінездің екі жағы бар, және ортасы бар. Соның асыра сілтеп те жібермеу керек, бір мінезді қатты күшейтіп, сол сияқты өшіріп те жібермеу керек. Негізінде мысалға мінез туралы айтқан кезде Құранда, хадисте ашуларыңды тыйыңдар, ашуды жұтыңдар, ашуды ұстаңдар деп айтады ғой. Бірақ ашуды мүлдем жұлып алып тастаңдар деп айтпайды. Адам ашулану керек, бірақ ретімен, жөнімен ашулану керек. Ашуланатын нәрсеге ашулану керек. Сол сияқты мысалға жаңағы кітапта келтіреді. Егер бір ғана жомарттықты алайық дейді. Бір ғана жомарттық деген мінезді алайық. Егер оны қатты күшейтіп жіберетін болсақ, жаңа мына бетіне шығып кететін болса, жаңа индикаторын, ол ысырап қалып барады дейді. Жомарт болам деп, оң сол шаша береді ғой ол. Ал егер оны қатты азайтып жіберетін болсақ, сараңдық қалып барады дейді. Көрдіңіз бе? Ол ысырап пен сараңдықтың ортасындағы мінез ол жомарттық дейді. Сол сияқты батылдық, батырлық, ержүректік. Оны да қатты күшейтіп жіберсең, ақкөздікке алып барады дейді. Ақкөз дейді ғой бізде қазақта. Ар жағы не болатынын ойланбайды, содан өлем-ау демейді. Тек лап беріп кіріп кете беретін адамды ақкөз дейді. Ал оны тым азайтып жіберсең, қорқақтық қалып барады дейді. Қорқақтыққа. Ал ортасын ұстасаң, ол батылдық дейді. Ол ерлік, батырлық. Сол сияқты оның барлық мінезі сондай дейді жаңағы. Бұл енді барлығы бірдей жамандап жатқан жоқ, көрдіңіздер ме? Төртінші әйел барын бар деп мақтап жатыр. Оның барлық мінезі орташа, керемет. Одан қорықпайсың да, жалықпайсың да дейді. Ол бір ұрсып қояды-ау, бір ұрып жібереді-ау, немесе басқа да бір зиян қылады-ау деп, одан сөзбен де, іспен де келетін ешқандай зияннан қорықпайсың. Енді ондай болса, демек үндемей, тек үйіне келіп ұйықтап қалатын, сондай біреу шығар деп ойлап қалмасын деп, жалықпайсың да дейді. Әңгіме айтатын жерінде айтады, әзілдейтін жерінде әзілдейді. Жаңағыдай барлық
адами қасиеттерінің бәрі түгел. Бесіншісі айтты дейді, заужи ин дахала фахид ва ин хаража асид ва ла ясалу амма ахид. Күйеуім үйге кірген кезде, фахидтен гепард қой, гепард не дейді қазақша, сол сияқты дейді, жыртқыш сияқты. Бұл жерде тамағымен ұйқысы айтылып тұр дейді. Тамақты жақсылап жейді, ұйқында ақысын береді деп тұр ғой. Және шейх Шарнуби айтады, сол сияқты ана үйге ентелеп кіруі бар ғой, жаңа гепард деп айтып тұрған бекер емес қой, жыртқыш аңша ентелеп кіруі, үйге асығып келуі, ол жаңа күйеу әйеліне деген сондай бір махаббатын көрсетеді дейді. Үйіне барғысы келіп тұратын адам ғой былайша айтқан кезде. Түсіндіңіздер ма? Үйге барғысы келмей, жаңағы ұйықтап қалған кезде барайын деген нәрсе емес та, үйге барғысы келіп тұрады. Әйелін тезірек көргісі келіп тұрады. Сондай да махаббаты ыстық деп жатыр да. Ал шыққан кезде арыстандай дейді. Енді шыққан кездегі напақа табуда, жұмыс істеуінде жаңа батырлығы ғой енді. Өзі сондай жаңағы мені қатты жақсы көреді, өзі сондай ер жүрек, батыр. Уала ясалу амма ахид. Және көрген нәрсесін сұрамайды дейді. Бұны енді түсіндіріп айтады. Егер бір мал дүние берсе, үйге бір нәрсе алып келсе, оны мен кейін бір жерге зытырып жіберсем, анау қайда, жұмсап жіберсем, анау қайда деп оны сұрамайды ізін дейді. Сондай бір кең, қолы ашық. Және бұны тағауфул деп те түсіндіреді. Тағауфул деген көп нәрсені байқамау. Үйдегі майда шүйда дүниелерге араласа бермеу ғой. Үйдегі майда шүйда әйелдердің өздерінің заттары болады ғой енді. Бірдеңе алып қояды, бірдеңені мусорға тастайды. Анау қайда, неге тастадың, ноп-новый еді ғой деген сияқты әңгіме шығармайды да келіп алып. Ондай хайуай жоқ. Берген ақшасын да сұрамайды. Мысалы, оны мұны аласың деп бір 20 мың айлық алған кезде бір 30 мың теңге, енді әркім өзінің қалтасына қарай береді ғой. Беріп қойса, кешкісін келіп, не алдың, так 11 мың болды, қалған 9 мың не істедің деген сияқты тергеу болмайды. Рахат дейді да былайша айтқан кезде. Берген нәрсесін, майда шүйдасын сұрамайды. Кіреді, шығады, әйтеуір үйге келеді. Әйтеуір аман болсаң, бар болсаң, жалпы үй тұрса орнында болды деп тұр ғой. Бұл да қарасаңыз жақсы қасиет екен. Тағауфул деген жаңа имам Ахмадтың хадисінде келеді ол. Адам мінезінің ішіндегі мағынасы қателеспесем, 10-нан бірін, яғни жақсы мінездердің 10-нан бірін құрайтын осы тағауфул дейді. Көп нәрсені байқамай жүру, байқамай қою. Не болды, неге олай болды деген сияқты қатты бүге шүгесіне араласа бермеу. 6-шысы айтты. Заужи ин акала лаффа. Ең оңдырмай айтқан осау деймін. Ва ин шариба штаффа, ва ин иттажа алтаффа. Менің күйеуім дейді, жесе тауысып жейді, ішсе төңкеріп шеді, жатса жамылып жатады. Енді жаңағы тамаққа деген несін айтып тұр ғой, тәбетін айтып тұр. Бірақ енді ол жегеннен не пайда, жатқан кезде бүркеніп жатады дейді. Ана тамақты қорытпайды деп тұр ғой. Оны қалай қорыту керек? Уала юлижул каффа. Мен жаққа қолын салмайды дейді. Үйленбегендер түсінбейді енді оны. Түбіне шейін тауысып, төңкеріп, бәрін жейтінін жеп, ішетінін ішіп, асқазанын тойдырып алады да, теріс қарап бүркеніп жатып алады деп тұр ғой. Іргеден қолын салмайды дейді. Мен не болып жатырмын, мен не сұрап, не қалап жатырмын, шаруасы жоқ дейді. Деген тағы да түсіндіреді. Бұл тек ол жаңағы түндегі ғана мәселе емес. Жалпы былайынша, қалайсың өзің деген сияқты әңгіме жоқ деп тұр ғой. Мен бір мұң үстінде жүрмін ба, жоқ әлде бір нәрсені уайымдап жүрмін ба, жоқ бір жерім ауырып жүр ма, шаруасы жоқ дейді. Басты тамағы дайын, суы дайын, ішті жеді, ұйықтады, кетті. Бір әшейін бір не сияқтымыз деп тұр ғой, бір сожитель дейді ғой. Жатақханада бірге тұратын, группаласы сияқты, сондай бөтен бір сияқты көреді мені деп тұр ғой. Бұл жерде енді не кемістік айтылды, внимание ғой, енді көңіл бөлмейді. Өзіне керекті алады, бірақ маған керекті бермейді деп тұр ғой. 7-ші айтты дейді. Заужи аяя. Өз сөзі қиын.
ая деген аурушаң деп те айтуға келмейді. Енді шынымен ауыратын адамдар бар. Ауруды шақырып алады дейді ғой, бізде қазақта айтады ғой. Айналып өтіп баратқан ауру, че-то мен осы ауырайын деп тұрған сияқтымын. Че-то мұрным не қылып тұр, тұмау тиді ау деймін деп өзі бір ауруды шақырып алатын адамдар болады ғой. Сондай дейді. Куллу даин лаху даун дейді. Бұл сөз егер тікелей жақсы бір баламасын беретін болсақ, тышқан бір жерін көріп жаралы болады дейді ғой бізде. Бір сәл бірдеңе болса, соның бәрі оған ауру дейді. Соның барлығы оған ауру болып есептеледі дейді. Бірақ өзі сөйтіп алып, шаджаки ау фаллаки ау жамаа куллаллаки дейді. Сенімен бір неге келсе, сәл конфликтіге келсе, енді ойлайсың ғой, аурушаң деген ілмейіп алып, бір сондай әйеліне таяқ жеп қалатын біреу шығар деп. Сөйтіп жүріп, бірақ сенімен бір сондай ұрысқа, жанжалға түссе, не басыңды жарады, не көзіңді шығарады, не екеуін де бірге істейді деп тұр ғой. Значит, шадж деген қанату, фәл деген сындыру ғой. Не бір жерін қанатады, не бір жерін сындырады, не екеуін де істейді дейді. Сондай дейді. Әне бұл жерде де әйел адам еркектің бойынан еркектікті көргісі келеді, мықтылықты көргісі келеді. Бірақ оны жаңағыдай бейнеде көргісі келмейді. Өзін ұрып сабағандай емес. Жалпы анау-мынауға төзімді, шыдамды, сабырлы болып жүрген кезде көргісі келеді. Сегізіншісі айтты дейді, заужил массу массу арнабин уарриху риху зарнабин. Менің күйеуімнің біріншіден бұл жерде мінезі сондай жұмсақ, қоянның жүні сияқты дейді. Қоян ұстаған кезде мамық қой, жүні ең жұмсақ жүн шығар енді. Мінезі сондай жұмсақ дейді. Екіншіден бұл тазайындығын көрсетеді дейді. Шарқында Мулла Али Қари түсіндіреді. Ол сондай үстіне қарайтын, денесіне, бүкіл тазалығына, иісіне, барлығына қарайтын сондай адам. Уарриху зарнаб деп жаңа бекер қосқан жоқ. Оның үстінен зарнаб деген сондай бір біздегі мынау түрі енді ит мұрынға ұқсайды. Интернеттен бағана іздеп көріп едім, несін аудармасы таппадым. Зарнаб деген өсімдік сондай бір хош иіс береді. Сондай бір хош иіс беретін өсімдік. Соның иісі аңқиды үстінен дейді. Яғни былай шыққан кезде теңеу ғой енді бұл. Өте тазайын, мінезі өте жұмсақ және әрдайым хош иістеніп жүреді дейді. Қарасаңыз, мына гигиеналық тұрғыдан әйел адамдарға ұнайтын жері осы да. Абдулла ибн Аббас деген сахаба айтады ғой. Әйелім маған қалай әсемденгенін, қалай әдеміленгенін жақсы көрсем, мен де оған солай әдеміленгенді жақсы көремін деген. Өзің талап етесің ғой, мысалға тап-таза болып жүруді, әдемі болып жүруді, сол сияқты өзің де сондай болып жүр деген сөз ғой. Әсіресе мынау тазалық мәселесі, көрдіңіз, тазалықпен иісті айтып тұр да, тазалықпен иіс. Адам үйге кірген бойда біз кейде өзімсінеміз ғой, үйде өзіміз ғой деп, қонаққа баратын кезде жуынып, шайынып, таза жақсы киімдерімізді киіп шығамыз да, ал үйге келген кезде өзіміз ғой деген нәрсе болады да. Жоқ, ол жерде үйде де әрқандай отбасының мүшесі бар, олардың да алдында сенің міндетің бар. Оларға да сен бір жағымды, сондай бір әсер қалдыруға міндеттісің. Сондықтан кірген бойдан сондай дене тазалығына көңіл бөліп, үйге кірген кезде бейне бір қайтадан тағы бір жерге, жаңағы шақырған жерге бір қонаққа барайын деп жатқандай күйде болып, таза киімдерін ауыстырып, жаңағы жұмыстан келген киімдерді тастап дегендей сондай бір нәрселермен шұғылдану, соған мән беру, бұл да пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің үстінен табиғи түрде, Алла жаратқан бір қасиеті ғой, тер шықса, терінен мисктің иісі шығады дейді. Бір бейне бір миск бөлініп шығып жатқан сияқты денесінен. Бірақ соған қарамастан, ол еш нәрсе жақпаса да, еш нәрсе сеппесе де, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сондай хош иісті, бірақ соған қарамастан ол мискті өте көп пайдаланады дейді. Үстіне, мойнына, қолына, иіс майларын өте көп пайдаланады. Соншалықты көп, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мына жермен өтіп кетсе, артынан 5 минуттан кейін сен жүрсең, мына жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам болды деген нәрсені біліп тұрасың. Оның әлі иісі қалып тұрады ол жерде. Көрдіңіз бе? Сол үшін айтады, ер кісілердің мына иіссу, соны боянатын нәрселерге келген кезде түсі көрінбейтін, бірақ иісі қатты шығатыны жақсы. Ал әйелдерге иісі шықпайтын, түсі көрінетіні дұрыс дейді. Онда да үйде ғой, онда да.
сыртқа мүлде иіссу әйелдерге пайдалануға болмайды. Енді мүлде деп айтқанда қалай, жанындағы басқа адамдар сезбеу керек та. Өткен кеткенде, қасында тұрғанда бөтен адамдар сенің жаңағы иіссуыңды сезбеу керек. Омар радиаллаху анхудың да сөзі бар, малының тіпті 3-тен 1-ін дей ма, 4-тен 1-ін осы хош иіске жұмсасаң да ысырап болмайды дейді. Бұл адамның жалғыз үйінде ғана емес, жалпы кез келген ортада адамды ең бірінші жаңағы тартатын нәрсе ол соның тазалығы ғой. Онан кейін барып ішіндегі адами мінезін, ар жағындағы тазалығын сосын барып көресің ғой. Бірінші жаңағы киіміне қарап қарсы алады деп айтамыз ғой. Сол сияқты бірінші көрінетіні адамға адамның тазалығы. 9-шысы айтты дейді. Зәужи рафиул имади, тауилун нижади. Сондай текті жерден шыққан, рафиул имад деп, үйдің үсті ғой. Үйдің несі биік, шаңырағы биік. Ол тектілікті білдіреді. Сондай батыр, ержүрек, азимур рамади. Үйден шығатын күл бар ғой, күлі таудай дейді. Ол деген сөз қонақ көп келеді деген сөз үйге. Қарибул бейти минан нади. Және ағайын туысы болсын, жалпы айналасындағы жора жолдас адамдары болсын, қайда жиналамыз деген кезде бірінші менің күйеуімнің үйіне келеді дейді ғой. Дайын тұрған, әрдайым есігі ашық тұрған, қазаны әрдайым қайнап тұрған үй болған соң, бірден осында барайық, пәленшенікінде жиналайық деген сияқты. Сондай болғандықтан ба үйге қонақ өте көп келеді дейді. Бұл жерде де оның тектілігін айтып тұр, еркекке тән қасиеттерін айтып тұр, және сондай қонақ жай, қолы ашықтығын айтып тұр ғой, жомарттығын. Бұл да былайша шыққан кезде мақтауға жатады. Енді қарасаңыз, ішінде 5-еуі ма 4-еуі ма мақтайды, қалғандары жамандайды ғой. Енді жамандағанда да ол әдейі жамандамағанша ішінде басқа мақтайтын жер болмағасын айтқан шығар. 10-шысы айтты дейді. Заужи Малик, атын айтып жатыр, Малик дейді есімі. Уама Малик, Малик деген не екен білесіңдер ме? Бұл анау Құранда да бар ғой. Әл-Қариа, Мәл-Қариа дейді ғой. Ол қайтадан сұрақ қоюы. Мен саған бұны айтайын, бұның не екенін білесің бе деп, ана тазиму шән дейді. Оның қандай бір күшті, мықты нәрсе екенін айту ғой, білдірту. Мәликун хайрун мен зәлик дейді. Ол мен қазір айтайын деп жатырмын дейді. Ол айтқаннан да ол жақсы дейді. Екінші бір мағынасы, осыған дейін күйеуін мақтағандар бар ғой ішінде. Олардың да бәрінен жақсы деп тұр ғой. Лаху ибилун кафиратул мабарик. Оның түйелері қалилатул масарих. Жайылғаннан көрі қорада көбірек тұрады дейді. Бұл деген сөз көп сояды деген сөз ғой. Бүгін 10 шақтысын алып қалады, адам кеп қалса деген сияқты. Иза сами'на саутал мизхар айқанна аннахунна хавалик. Егер түйелер, мизхар деген нәрсе бар, таяқша деп келтіреді Молла Али Қари. Қонақ келген кезде ұрылатын таяқша дейді. Белгі қойын, бір дауыс шығады қонақ келген кезде. Қонақ келді, дайындалыңдар деген сияқты. Сосын үйдегі келіндер жаңағы қызметіне кетіп, қазан отқа қойып, мал соятындар, мал сойып сөйтеді ғой. Сол дауысты естіген кезде түйелер бірден біттік деп айтады дейді. Үйренген ғой уже. Жаңағы дауыс шығады, бірден 2-3 түйе жоқ болып кетеді. Тағы дауыс шығады, кетіп жатыр. Сол рефлекс бар ғой, кімнің? Павловтың зерттейтін. Сол сияқты ғой. Бұл жерде де не айтылып тұр? Жомарттық айтылып тұр. Қарасаңыз, көп жағдайда әйел адамдар күйеуінің бергіштігін мақтай деген, қолының ашықтығын, аямай үйіп төгіп берген, соны айта деген. 11-шісі, міне мынау ең соңғы әйел. Осы Умму Зар деген хадис осы әйелдің атына айтылып тұр. Әңгіменің бәрі осыған алып келеді қазір. Ол айтты дейді, Заужи Абу Зара. Менің күйеуім Абу Зара. Абу деген білесіздер ғой, өзінің кәсібіне, істейтін ісіне қарай айтылады. Абу Зара деген, Зара деген егу ғой. Егіні көп. Біраз плантациясы бар деген сияқты ғой. Екінші бір мағынасы ұрпағы көп деген мағынаға келеді. Онан кейін оның да жомарттығын білдіруі мүмкін. Уама Абу Зара, ол да айтты дейді, Абу Зарақтың кім екенін мен сендерге айтайын. Дұрыстап тыңдаңдар деген әңгіме ғой. Анаса мин хули удунайя. Құлағымды алтын неше түрлі әшекейге малындырып қойды дейді.
وَمَلَأَ مِنْ شَحْمِ عَضُدَيَّ. Мына адуд мына жерде қар дей ма, не дейді? Шынтақ пен иықтың ортасында ет бар ғой, мына білек, мынау білек, мына жер ғой қысқасы. Осы жердегі етімді толтырды, семіртті деп тұр ғой. Енді бұлай деп айтуы, адам мына жерінен біледі екен ғой, ет қосқанын, ет жинағанын, семіргенін. Жалпы мына жер жуандаса, онда ол салмақ көтерді деген сөз ғой. وَبَجَّحَنِ. Қысқасы, бүкіл жаңа дүние байлықты үстіме үйіп төкті, мен жағдайын жасады, мен содан жаңағы ет жинадым деп тұр ғой. وَبَجَّحَنِ فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي. Мына сөзді қараңыздар. Мені сондай сый құрметке бөледі, сондай бір жақсылап құрметтеді, ақыр соңында өз-өзімді құрметтейтін болдым дейді. Қараңыздар. Былайша айтқан кезде менің самооценкамды көтеріп деген сияқты әңгімелер бар ғой. Сол сияқты мені адам қатарына қосып, ақырында өзімді өзім бағалайтын болдым. Мені жақсы көргеннің арқасында өзімді өзім жақсы көретін болдым деп тұр ғой. Соншалықты деңгейде махаббатын төккенін айтып жатыр да. وَوَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍ. Мен сондай бір сәл-пәл қозы лағы бар кішкентай ғана бір таудың бөктерінде тұратын үйден алып кеткен еді дейді. Қыз кезіндегі тұрған өзінің үйін айтып жатыр, төркінін. Ондай қатты біз бай емеспіз, әйтеуір күнелтіп жүрген жаңа қозы лағымыз бар кішкене. فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيتٍ дейді. Сондай жылқылары кісінеген, түйелері боздаған, уадайсин, жаңағы соқа дейді ғой, егіс жыртып тартады ғой бұқаға жегіп, сондай жаңағы соқалардың дауысы шығып жатқан, уамунаққин дейді, ол жаңағы жинағанды бидайды нені електен өткізбеймін, онда сондай бір жаңағы електердің дауысы шығып жатқан. Былай шыққан кезде ризық несібесі өте мол, сондай бір бай әулетке алып келді деп тұр ғой. Мал десе мал да бар, астық десе астық та жетеді. Мен ол отбасына барғаннан кейін, Абу Зарртың алдында болсын, жалпы сол әулетте болсын, бір нәрсе айта алам дейді, және маған ешкім аузымды жаппайды, ешкім жаңағы менің сөзімді бөлмейді, құрметпен тыңдайды дейді. Бұл үйінде ондай нәрсені көрмеген болуы мүмкін да. Бізде де бар ғой, сен айтпай ақ қойшы, болды, енді сен қалып едің деген сияқты, бір-бірдің үйдің кішкентайы бірдеңе айтып жатса, бірден аузын жауып тастайсың ғой, жаман ғой, шынымен ол көңілін алып қалады. Өмір бойы ертең қоғамда ол қуыстанып, соның кесірінен бөлектеніп жүруі мүмкін, жасқанып қалуы мүмкін, ол ойын бір ортада қоса алмайтын, айта алмайтын, сондай бір ынжық болып қалуы мүмкін да. Бұл барлығы сондай бір жақсы қасиеттерге келіп тұр ғой. Мен емін еркін айта аламын, және мені барлығы соңына дейін тыңдайды дейді. Және қалағанымша ұйықтаймын, азанда тұрам ба, түсте тұрам ба деген әңгіме ғой енді. Мені ешкім оятпайды. Және не ішем, не жейм демеймін деп тұр ғой. Ал енді Абу Зар, бұл Абу Зар жаңа күйеуінің шешесін айтатын болсам дейді, енесі ғой енді. Өзі қарасаңыз, бағанадан бері жаңағы күйеуін жамандағаны бар, мақтағаны бар. Бұл күйеуін жақсылық қасиеттерінің барлығын айтып болып, шарқында келеді. Әдетте әйелдер айта бермейтін деп келеді шарқында. Әдетте әйелдер айта бермейтін енесінің жақсы қадір қасиеттеріне шейін айтып жатыр дейді. Фама Абу Зар, оны да жаңағыдай ұлықтап, окум деген әшекейлер салатын не бар ғой? Сандықша ма не дейді, қорап бар ғой, сырғасын, сақинасын бәрін ішіне салып қояды ғой елдер. Сонысы ауыр дейді. Көтерудің өзі уайым дейді. Іші толып тұр деген сөз ғой. Уабайтуха фасах, өте кең. Сондай оның да былай шыққан кезде бүкіл жағдайы жасалған, бабы жасалған, яғни перзенттік былай шыққан кезде Абу Зар өзінің жаңағы балалық борышын, бүкіл қызметін шешесіне де жасаған деген сөз ғой. Ол жаңағы бір жағынан әйелінің бәрін құлағын малындырып, бүкіл жаңағы алдына не ішем, не жеймін деп жатқасын, оның басқа әулетінің, отбасының мүшелерінің жағдайы қалай екен деген сұрақ туады ғой енді. Бұл мен ғана емес, бұл үйде бүкіл барлығының жағдайы сондай деп айтып жатыр да. Абу Зар дейді, ал енді балаларын айтайын, баласын айтайын дейді. Ол деген сондай бір төсегін сипаттайды, жаңағыдай ненің өте бір қымбат құрманың несінен тоқылатын сондай бір төсек қой енді.
сондай жерде жатады. Тушбиуху зираул джафра, сондай бір жаңағы қозының қол еті бар ғой, соған ақ тояды дейді. Бір жағынан сондай бір бойшаң, сондай бір жаңағы семіз емес, сондай бір денесі шапшаң, сондай бір адам екенін сипаттап жатыр да. Қызын айтайын дейді. Ал қызы болса әкесіне де шешесіне де тіл алады, сондай бір бағынады, бойсұнғыш, милу кисаиха дейді, киімі кең дейді. Yani оның да былай шыққан кезде жағдайы жақсы деген сөз ғой. Уағайзу жаратиха дейді. Жара деген бұл жерде дұрра дейді. Күндес дейді ғой бізде. Бір әйелге, бір күйеуге екі әйел тисе, жаңа екіншісі ғой соның бүкіл ашуы осыда дейді. Көре алмайды, қызғанады деген мағынада ғой енді. Жарияту абизара, тіпті қызметшісіне шейін айтады. Ол да сондай, ла табуссу хадисан табсисан, үйдегі әңгімені сыртқа алып шықпайды, үйді қоқысқа толтырмайды, сондай таза ұстайды. Бүкіл жаңағы нелердің барлығын айтып келді. Сонымен не болды деген кезде, бір күні Абу Зар жаңағы күйеуі көктем, ерте көктемде түзге шықты, аң ба бір нәрсеге шыққан шығар, енді сапарға шықты. Әдетте сауданың қызатын кезі дейді, адамдар тауар тасуға, тауар апаруға, басқа қалаларға баратын кез деп тұр ғой. Командировка шығар енді. Сөйтіп сояқта бір екі баласы бар әйелді көріп, соған ғашық болып қалды дейді. Жаңа күйеуін айтып жатыр. Енді ол әйелді де жаңа бүкіл пошымын несін сипаттайды, енді ол да бір шынымен ғашық болып қалатындай әйел деп айтады енді. Сөйтті де фаталлақани ва накахаха, мені талақ етіп, тастап жаңағы әйелді алды дейді. Онан кейін мен басқа күйеуге тидім, ол да сондай текті, ат үстінде жүрген, азын аулақ малы бар. Сол малын менің алдыма әрқайсысынан екеуден әкеп берді дейді махрге. Екі түйе, екі сиыр, екі қой деген сияқты, екі жылқы деген сияқты. Ірі қарасы бар, басқасы бар. Соның барлығынан берді, және бүкіл жаңағы, ол да өзінің қолында бар мөлшермен енді, өзінің жағдайының қарай солай жақсылықтар жасады, өзің же деді, ауысқан анау төркініңе де берсең қарсы емеспін деген сөздерді айтты дейді. Фалау жамаъту кулла шайин атанихи, егер оның жаңағы екінші күйеуін айтып жатыр. Берген барлық маған ризық, несібесін, жаңағы берекетін бәрін есептесем, Абу Зарақтың ең кішкентай ыдысына да жетпейді дейді. Енді ана жақпен салыстырғанда 100 есе кем деп тұр ғой. Енді осы жерде бәрі өзінің күйеуін айтып жатыр ғой. Бұл неге бағанадан бері бұрынғы күйеуін айтып жатыр деген әңгіме шығады ғой. Дұрыс па? Бұл басқа күйеуі бар екен ғой сөйтсек. Басқа біреуге тиген екен одан кейін. Жарты сағат бойы енді бұл баяғы күйеуін айтып отыр деген кезде, анау арабтарда бір сөз бар дейді, Молла Али Қари келтіреді. Ас-саййибу нисфул мар'a дейді. Яғни күйеуден қайтқан, енді біреудің мысалға талақ еткен әйелін сен әйел қылып алатын болсаң, ол жарты әйел деген сөз бар екен да. Бәрібір оның бір жаған жаққа ауып отырады деген сөз ғой. Анау бір хадис деп айтылып жүрген сөз бар ғой, ол хадис емес, ол да арабтардың осындай баяғыдан кеткен әңгімесі. Анау 6 әйелді алмаңдар, 6 түрлі деп келеді ғой. Маннана, ханнана, шаддақа деп келеді. Соның ішінде ханнана деген бұрынғы күйеуін аңсап отыратын әйел деген сөз да. Сондай бір жақтары бар да. Сол үшін де Жабир ибн Абдулла мысалға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға үйлендім деп сүйінші сұрап келген кезде, қыз алдың ба, жоқ әлде әйел алдың ба деп сұрайды ғой. Сонда қыз алдым, әйел алдым деген кезде, қыз алмадың ба, енді сен жассың деп айтып тұр ғой. Сен оны еркелетесің, ол саған еркелейді. Сондай бір араларында бір не болар еді ғой мәміле деп айтып тұр да. Енді осынысын келтіреді. Жаңағы күйеуіне тисе де, тиетін күйеуіне, ол да оған бүкіл қолында бар мөлшерде, бар көлемде жақсылығын жасаса да, ол әлі аузының суы құрып ана жақта айтып отыр деп, оны да бір әйелге тиісті бір жағымсыз қасиет ретінде келтіреді. Бұл өзінің күйеуін мақтағанмен өзінің жаман жағынан көрсетіп отыр деген сөз ғой. Енді осы бүкіл әңгімені, жаңағы әрқайсының сөздерін, 11 қатынның хикаясын Айша анамыз айтып болғаннан кейін, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оған қарап айтты дейді. Кунту лаки ка аби зар'ин ли умми зар. Мен саған анау Абу Зарқтың Умму Зарққа, яғни әйеліне жасаған бүкіл жақсылығын жасадым деп айтты дейді. Тіпті асырып жасады ғой енді. Әйтпесе Айша анамыз дүниелік тұрғыдан анау сияқты малынып отырған жоқ қой.
пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның әулеті ол кісі өмірден өткенше тойып тамақ жеген жоқ деген сөзді айтқан жоқ па? Ол кісі өмірден өткенше өзі де әулетіне де тойып тамақ жегізбейтін еді дейді. Айша анамыз айтады. Ол анандай болып жаңа шалқыған жоқ, бірақ енді оның үйінде деген Жәбірейіл періште деген күнде келіп кетіп қатынап жүр ғой оның үйіне. Аяттар түсіп жатыр. Үйінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Оның күйеуі, қарасаңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Айша анамыздың күйеуі да адамзаттың ең абзалы да, бүкіл пайғамбарлардың ал бүкіл жаратылыстың ең абзалы. Ал әкесі Абу Бәкір. Енді пайғамбарымыз номер 1 болатын болса, біздің ақидамызда не деп келеді? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан кейінгі адамзаттың ең абзалы Абу Бәкір, Омар деп ары қарай кетеді ғой. Қарасаңыз, әкесі екінші адамда. Дүниеде өзі адамдардың рейтингі болатын болса, бірінші пайғамбар оның күйеуі. Екінші тұрған Абу Бәкір оның әкесі да. Одан артық қандай бақыт керек дейді. Одан артық енді ол бүкіл жаңағы мен саған мәміле тұрғысынан, сондай жақсылық жасау тұрғысынан, құрметтеу тұрғысынан бағана айтты ғой, мені сондай жақсы көрді, тіпті мен өз-өзімді жақсы көре бастадым, өз-өзімді жақсы көріп кеттім деген әңгімелер айтты ғой, өзінің бұрынғы үйімен салыстырды, Умму Зара. Мен саған сондай болдым дейді. Сөйтеді де хадистің басқа мына жерде Тирмизиде жоқ, басқа бір риуаятта келеді. Бірақ мен сені талақ етпеймін дейді. Ол енді қанша жақсылық жасағанмен алтта ауып, бес ауып басқа елге кетіп қалды ғой. Бірақ мен сені олай талақ етпеймін деген сөзді қосты дейді. Енді бұл әңгіме не үшін хадисте тұрғанын бағана түсіндірдік, өйткені ол хадиске айналды деп. Екіншіден, бұл жерде шығатын ғибрат мағыналар пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бірнеше рет хадистерінде тыйым салған, еркектер басқа бір ортада өзінің әйелдерін әңгімелеуге болмайды, әйелдер өздерінің күйеулерін әңгімелеуге болмайды. Осындай ереже қағида бар. Оны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мәдиналық сахабаларға тыйым салып тұрып айтқан. Онан соң тағы бір осындай жиында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сендердің араларыңда түнде ері әйелімен жаңағы қарым қатынасын болып, ертең күні сыртқа шыққаннан кейін соны әңгіме қылатындар бар шығар дейді. Мүмкін жоқ шығар дейді. Сонда бір сахаба, әйел сахаба, бар я Алланың елшісі, бар дейді. Ондай адамдар бар дейді. Сосын олай болатын болса, бұл нәрсені істемеңдер. Оның мысалы бір шайтанға қосылып, адамдар соған қарап тұрғандай дейді. Адамдардың көзінше бір шайтанға қосылып жатқанмен бірдей бұл дейді. Жаңағы үйдегі жеке әңгімелер, интимді әңгімелер, екеуі арадағы сырлар, бір-біріне айтатын жаңағы сөздері, мінездері, тағы да басқа нәрселердің барлығы ол үйдің ішінде қалу керек деген исламның қағидасы бар. Бұл жаңағы 11 қатынның хикаясы айтылып отырғандағы мақсат ол отырып осылай жасаңдар деген сөз емес бұл. Ол тыйым салынған іс исламда. Әйелі болсын, жаңағы күйеуің болсын, немесе енесің болсын, басқасын болсын, олай біреудің көзінше өзінің отбасы мүшелерін талқыға салу, талқылау ол ислам шариғатында дұрыс емес. Екіншіден, бұл жердегі жаңағы әйелдер енді айтылды, бұл халық аузында қалды. Жаңағы сипаттары бар ғой, осы жері ұнамайды, осы жерін жақтырмаймын күйеуімнің, мына жерін суғанын сүймейді деген сияқты кейбір қасиеттерін айтты ғой. Сол қасиеттер ол жалпы әйел табиғатына жақтырмайтын, әйел табиғатына жақпайтын қасиет екенін көрсетіп тұр да. Оны мына жердегі 4-ші немесе 5-ші әйелге ұнамаған зат, ол сенің де әйеліңе ұнамайды, менің де әйеліме ұнамайды. Бәрі бір әйел заты ғой, бір Алла Тағала жаратты, бірдей қылып, табиғатын, жаратылысын, болмысын бірдей қылып жаратқаннан кейін, ол барлығына ұнамайды деген сөз да. Ол мүмкін сенің әйеліңнің айта алмай жүрген бір нәрселерін осы 11 әйел айтып отырған шығар. Түсіндік пе? Кейбір сенің бойыңдағы жағымсыз қасиеттерді сенің әйеліңнің аузынан шықпаса да, мына жердегі 4-ші әйелдің аузынан шығып тұрған шығар. Сондай нәрседе бұл жерден сабақ алып, ғибрат алып, кейбір кемшілік қателіктер болса, соны кетіру бойдан. Және тағы бір бұдан шығатын нәрсе ғайбат дейміз ғой. Бұл жерде мысалға Айша анамыз 11-нің де сөзін тізіп айтып шықты. Енді бұл ғайбат болмай ма деген сөз болуы мүмкін ғой.
Бұл жерде ол әйелдер кімдер, қашан өмір сүрді, қай жерде болды белгісіз ғой. Адам ретінде, мысалы, пәленше ұлы түгенше немесе пәленше қызы түгенше деп айтып жатқан жоқ қой. Сондай болғаннан кейін ол ғайбатқа жатпайды. Ғайбатқа жатпайды егер аттар аталмаса, түстері жаңағы түстелмесе. Сол сияқты мына жерде бір патуаны да келтіреді Мұлла Али Қари. Мысалға бір ауылды немесе бір қаланы айтты. Шымкентскийлер деп айтасың ғой кейде. Ол да ғайбатқа жатпайды. Әрине бұл айтуға болады деген сөз емес. Бірақ ғайбатқа жатпайды. Сен өйткені нақты біреуді белгілеп айтқан жоқсың ол жерде. Ол жерде де әртүрлі адамдар тұрады ғой. Сондай мәселені де қозғап кетеді. Сосын тағы бір әңгіме. Отбасы мүшелерімен, әсіресе күйеуі әйелімен әңгімелесу. Кәдімгі ауызба-ауыз WhatsApp-пен емес, Instagram-мен емес, кәдімгі ауызба-ауыз әңгімелесудің керек екенін. Бұл арадағы жақындықты арттырады. Бір-біріне деген сезімін күшейтеді. Тағы да отбасындағы үлкен жақсылықтарға алып келеді. Ана бір әңгіме бар еді, интернет өшіп қалып, свет өшіп қалып, үйдегілермен әңгімелесіп тым жақсы адамдар екен ғой деген сияқты. Сол сияқты мысалға арасында шынымен де мынаның барлығын ысырып қойып, былай 1 сағат, жарты сағат осылай әңгімелесіп ең орғанда. Жұмыстан келгеннен кейін қалай не болып жатыр? Ар жақ әке-шешең аман ба екен? Не істепті, анау кім ауырып жатқан, шығып па больницадан деген сияқты оның да хабарларын сұрап қою. Неге әдетте мысалға әйелдер сенің туысқандарыңды немесе жаңағы өзінің ата-енесін жақтырмай, оларға қарай бір жағымсыз нелер болады. Өйткені сен жақтан сондай бір суықтықты байқайды. Мені төмендетіп жатыр, мені кемсітіп жатыр, немесе менің туысқандарымды адам санамайды деген сияқты нәрсемен олар бір кек қайтарғансып сондай істерге барады. Ал сен оның жаймен қал-ахуалын сұрап, ол да сенің жаңағы әйелінің әке-шешесі ғой, осы кезге дейін қаққан-баққан сондай бір нәрселермен былайша айтқанда сенің де оған бір басың ауыратынын, ол жақта болып жатқан уайым қайғыға, қасіреттерге сенің де жүрегіңе бататынын соны бір сездіріп қойсаң, бір взаимность дейді ғой, сондай нәрселерді көрсетіп қойсаң, бұл да бір отбасындағы жылулықты арттыратын нәрселерге жатады дейді. Еще от сағат. Келесі тақырыпқа көшеміз ба? Ұйқыларыңыз келіп кеткен жоқ па? Өзі бір 3 хадис па бар келесі тақырыпта? Оқып тастайық, аптасына бір рет қой. Шамалы бір тұрып жүріп келсеңіздерші. Келесі тақырып пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның ұйықтауы жайында. Әңгімелесуі, әзілдесуі, күлуі бәрін айтып жатыр қой. Енді жаңа түнгі әңгіме бітті, ұйықтау. Қарасаңыз, мына нелерде барлығы рет-ретімен бір-біріне үйлескен баптар. Бара ибн Азиб деген сахаба айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам иза ахаза маджааху, ұйқыға жатқан кезде, жататын кезде, вадаа каффаху люмна тахта хаддихил айман, оң алақанын оң жақ бетінің астына қоятын. Сөйтіп оң жамбасына оң қырымен жатады ғой былай. Мынаны жастық қылып төсеп алатын дейді. Сосын Робби қини азабак яума таб'ату ибадак деген дұғаны оқитын еді дейді. Раббым құлдарыңды қайта тірілтетін күні мені азабынан сақта деген мағына ғой. Басқа бір риуаятта яума тажмау деп келеді. Құлдарыңды қайта жинайтын күні деп. Неге ақирет қиямет айтылып жатыр? Өйткені ұйқыны ахул маут дейді. Кіші өлім дейді. Өлімнің бауыры дейді. Және Құранда да Алла Тағала адамдар ұйқыға кеткен кезде кейбір рухтарды алатыны, кейбір емес, тіпті барлық рухтар денесінен шығатыны, сосын кейбірін ажалы жеткендерін алып қалып, ажалы жетпегендерді қайтадан денесіне қайтаратыны жайында аяттар бар Фатыр сүресінде. Сол жаңағы өмірден өтіп кетіп жатсам деген әңгіме ғой енді. Қияметте ертең қайтадан тірілтіп, бізді қайтадан жинайтын күні мені азабыңа ала көрме деп Алла Тағалаға сыйынып жату. Бұл жатар кезде айтылатын дұға. Және жату сүннеті. Оң жақ қырымен жату айтылып тұр да, оң жақ қырымен. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам етбетімен жатудан тыйған, білесіздер, бір сахаба айтады, бір күні мешітте жатыр едім, ішіммен дейді, етбетімен жатқан ғой. Біреу аяғымнан түртті дейді. Бұлай жатпа деп айтты дейді. Қарасам пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам екен дейді. Бұлай жатуға
тыйым салған, бұл шайтанның жатысы, бұл тағы деген сияқты жаман нелермен де сипатталады. Сол сияқты арқамен жатуға да болады. Бұлай жату мустахаб. Оң жағымен жату мустахаб. Және Хузайфа деген сахаба айтады: "Кана набию саллаллаху алейхи ва саллям айда ауа иля фираши", төсегіне жататын кезде "Аллахумма бисмика амуту ва ахя" деген дұғаны айтатын еді дейді. Я Алла, сенің атыңмен өлемін, сенің атыңмен тірілемін деген сөз. Тағы бір риуаятта, жалғасында ұйқыдан оянған кезде "Алхамдулиллахиллази ахяна ба'дама аматана ва илайхин нушур", бізді өлтіргеннен кейін қайтадан тірілткен Аллаға сансыз мақтау, мадақ болсын, шүкір болсын, және барлығымыз соның алдына қайта жиналамыз деген мағына. Бұны ояна сала айтуды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жақсы көрген, және әр адам ұйқыдан тұрғаннан кейін бейне бір өлтірілгендей, және оған тағы бір күн мүмкіндік берілгендей сезініп, мына аяттың, мына дұғаның мағынасына үңіліп, солай бір қияметті қайта тірілуді бір ойлап қою, ол сүннет амал деп келтіреді Молла Али Қари мына кітапта. Айша анамыз айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам төсегіне жататын кезде "Жамаа каффейхи" дейді, екі алақанын былай қосып, қараңыздар, мына екі алақанын қосып, осы екі алақанына "Қул хуаллаху ахад" Ихлас сүресі, "Қул аузу би роббил фалақ" Фалақ сүресі, "Ва қул аузу би роббин нас" және Нас сүресі, осы үш сүрені оқып, деп үрлеп былай алақанына. Сосын бүкіл қолы жеткен жердің барлығын денесінің сипап шығатын. "Ябдау бихима раъсаху", оның басынан бастайды, сосын жүзі, сосын кеудесі, сосын арқа, қол, бүкіл қолы жеткен жерлерінің барлығын осылай сипап шығады. Өз-өзіне дем салуға былай шыққан кезде. "Яснау залика саласа маррат", осылай 3 рет қайталайды дейді. Жаңа бір істедік қой, соны екінші рет, үшінші рет осылай жасап, әрқайсысында оқып үрлейді. Осылай жасау пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның амалы. Молла Али Қари мына жерде Шарнубидің түсіндірмесінде келтіреді, бір рет жасасаң да сүннет орындалады, бірақ сондай толығымен кәміл түрде орындаймын десең 3 рет жасағаның жақсы дейді, абзалы. Бұл бір жағынан адамна күн ұзаққа көз дейді, сұқтану дейді, назар дейміз ғой, енді қазақта бар ғой неше түрлі. Соның барлығын былай шыққан кезде шешіп тастайтын нәрсе ғой. Күнделікті керекті дозада бұл Құраннан. Сен Құранды оқып жатсың, тыңдап жатсың, бірақ мынау бәрібірде үрлеп денеңді сипап дем салу, ол қорғау, мына денеңе жаққан, жұққан бәле, жаман нәрселер болатын болса, соның барлығын бір сырт тастағандай бір дүниеді. Сол үшін де осы нәрселерді негізі адам күнде жасап жүру керек. Мейлі ол ауырсын, мейлі ол түс көрмесін, жаңа бастырылсын, бастырылмасын, оған ешқандай қатысы жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзі осылай жасаған да. Сондықтан бұл күнделікті профилактика. Сол үшін де кейде адамдар бұны жасамайды. Осылай жүре береді, жылдар өтеді, айлар өтеді. Сосын барып, біреуге барып, мешітке барып дем салдырады. Дем салдырған кезде, рахаттанып қалдым деп атады ғой. Анау жаңа жиналып қалған нелер ғой енді. Сен былай шыққан кезде осы нәрселерді істемегеннен кейін үстіңе рухани неше түрлі кір ластар келіп жұға береді, кірлеп, әбден кірлеп баняға түссең қалай боласың мысалы өзің. Сол сияқты мешітке барып дем салдырған кезде солай әсер алып жататын содан. Әйтпесе сен күнде осыны жасап жүрсең, барып біреуге дем салдыруға, оқытылуға мұқтаж болмас едің. Қарасаңыз біреудің ғибадатын немесе біреудің амалын біреуге байлап қойған жоқ та дінде. Құранды өзің оқи аласың, өзің бағыштай аласың, өзіңе өзің дем сала аласың. Көрдіңіз? Намазды өзің оқи аласың, оразаны да өзің істей аласың. Анау басқа діндердегідей мені күнәмді жібер, менің дұғамды жеткізіп бер деген сияқты біз анау дін адамдарына тіреп қойған нәрсе жоқ исламда. Дін адамдар дегенде ондай түсінікте жоқ бізде. Имамның, муфтидің тіпті бүкіл жасаған ғибадаттарын кез келген қатардағы мұсылман да жасай алады. Онсыз да жасай алады. Тек қана біз жамағат намаздарында ғана имамға үйіміз. Онсыз жамағат намазы жамағат болып есептелмейді. Әркім өз бетінше оқыса, ол берекетсіз болады. Жамағат намазында имамға үйіміз, сауабын еселеп аламыз. Қалған бүкіл ғибадат. Балаң мысалы шошында түнде өзің балаңа да дем сала аласың. Ол үшін сенің ислам институтын оқуың немесе
муфтияттан приказың болуың, мешітте ресми түрде жұмыс істеуің шарт емес. Көрдіңіз ба? Ибн Аббас радиаллаху анху айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ұйықтаған кезде, мынау нафақа дейді, нафақа деген ауызбен деміш ауа шығару ғой, деп ше, деген осындай аузынан үрлеп дем шыққаннан байқайтын біз оны ұйықтағанын дейді. Ұйықтап қалыпты деп білеміз дейді. Қасында мысалы былайша жатса десе уже ұйықтап жатыр деп білеміз дейді. Солай жасайтын. Сөйтіп бір күні ұйықтады дейді. Фаатаху Билал, бір кезде Билал келді азаншы. Фаазанаху биссала, намазға азан шақырды дейді. Фақама ва салла ва лам ятавадда, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тұрды, дәрет алмай намаз оқыды дейді. Бұл деген хусусият дейді бұны. Бұл тек пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзіне ғана тән нәрсе. Өйткені хадис бар, біздің пайғамбарымызда, жалпы барлық пайғамбарлар ұйықтағанымен олардың жүректері ұйықтамайды дейді. Көзі жұмылады, бірақ жүректері ояу жатады. Ұйқы деген болмайды пайғамбарларда. Өйткені ол ұйықтап қалса не болады? Шайтан уәсуәс бір нәрсе тастап кетуі мүмкін ғой. Сондықтан ұйқы деген нәрсе жай ғана әшейін көзінің формасы болады, бірақ мағынасы болмайды. Жүректер 24 сағат ояу болады пайғамбарлар. Сондай болғандықтан ол кісі сөйтті дейді. Бірақ оның бізге қатысы жоқ. Және Анас ибн Малик айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам төсегіне жататын кезде Алхамдулиллахиллази ат'амана ва сақана, тамақтан кейін оқылады мына дұға. Ва кафана ва ауана факам мимман ла кафия лаху ва ла муи. Осы дұғаны оқитын еді дейді жататын кезде. Мағынасы бізді тамақтандырған, сусындандырған, бізге бүкіл керек жарағымызды берген, бізге пана болған Аллаға шүкір, мақтаулар болсын. Осындай панасы да жоқ, қамқоршысы да жоқ, қаншама адамдар бар ғой деп айтады. Енді Алла ғой бүкіл мұсылман мүміннің қамқоршысы, панасы. Бірақ осы бір сенің бүгін жеген тамағыңды, осы бір сенің бүгін көрген жақсылығыңды көрмей жатқан қаншама дүниелік тұрғыдан жақыбай мұқтаж адамдар айтып жатыр ғой енді. Сондай қаншама адам бар ғой деп ана нығметті жоғары санап, бағалап, қадірлеп, соған мақтау, мадақ айтып Аллаға шүкіршілік етіп жатуды айтып жатыр да. Ең Алланың құзырындағы сүйген құл ол шәкур, шәкер деп келеді ғой. Шүкіршіл, өте көп шүкір ететін, бірақ сөйте тұра ондайлар құлдарының ішінде өте аз дейді. Міне осы қасиетін пайғамбарлардың бойында мақтайды, осы қасиетін Алла Тағала жақсы көретінін айтады. Аз да болса бүгін жақсылық көрдің. Оны қай кезде байқайсың? Міне мына дұғаның екінші жағындағыдай, осының өзіне жете алмай жүрген қаншама жан бар ғой деген кезде байқайсың да. Бір жерің ауыратын шығар, енді асқазаныңда созылмалы гастрит бірдеңелер бар шығар. Бірақ одан да бөтен, одан да ауыр аурулармен ауырып жатқан, күнде ай сайын химия алып жүрген бар ғой адамдар. Бүгін сондай бір етсіз тамақ жеп қалған шығарсың, немесе бір мезгіл тамақтан қалған шығарсың. Бірақ оны да таппай отырғандар бар ғой деген сияқты. Тағы да басқа дүниелік бүкіл көретін нығметтерді егер салыстырсаң өзіңнен төмен, өзіңнен аз көріп жатқан адамдармен, онда сенің нығмет көз алдында үлкейеді. Ал егер жоқ, анау нелерге қарай берсең, асып тасып жатқандарға қарай берсең, онда сенің қолыңдағы бар нығмет не істейді? Кішірейеді. Ол сен оны күпірлікке алып келеді сосын. Шүкірліктің қарама қарсысы да. Содан Алланың берген қаншама нығметін сен осыны нығмет деп тұрсың ба, керек емес деген сияқты бір керек етпегендей, бір сыртқа тепкендей бір қылық танытқан боласың да. Және тағы бір ұйқыға қатысты ең соңғы хадис бұл. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам егер түнде ерте жатса, мысалы таңға әлі біраз уақыт бар, кәдімгідей жатып ұйықтайтындай болса, бағанағы бейнеде оң жақ қырына жатып ұйықтайтын еді дейді. Ал егер таңға шамалы уақыт қалып, неше түрлі сапар болуы мүмкін, бағанағыдай әңгіме болуы мүмкін, тағы ғибадаттарға байланысты нәрселер болуы мүмкін, сәлден кейін таң кіреді, таң намазға тұрам бәрібір деген нәрсе болатын болса, онда мына қолын былайынан бүйтіп, шынтағын көтеріп, қолымен басын тіреп, осылай жатып ұйықтайтын еді дейді. Былай дәл осылай. Оң жақ қырымен, бірақ басын жерге қоймайды да, былай шынтағын тіреп жатыр.
басын тіреп ұйықтайды. Неге? Тұрып оянып кетіп қалуға, терең ұйқыға батып кетпеуге да. Біз кейде мысалы будильник қойып жатамыз, кеш келеміз, қазір 2,5 сағаттан кейін, 2 сағаттан кейін таң кіретінін білесің, тұруың керек екенін білесің, будильникті әйтеуір қоясың да, әдемілеп тұрып, оранып, қымтанып, бүркеніп, әзір бір жақын 6 сағатта тұрмайтын адам сияқты жатасың ғой мысалға. Ондай кездерде кілемге жата салып, жерге жата салып, төсек салмай жатып, ыңғайлан деп тұр ғой саған. Қысқасы бұл әшейін пример ғой, мынау бір мысал әшейін. Дәл өстіп жат деген сөз емес, сен тайып кетіп басың жарып аласың ба, Құдай біледі, мұрның қанап қала ма. Жалпы қазір міне жақын арада тұруым керек деген болатын болса, қатты ұйқыға кіріп кетпейтіндей ыңғайланып жат деп тұр ғой. Түсінікті ма? Осындай да бір сүннет бар екен. Бұл да бір лайфхак қой, былайша айтқанда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйретіп жатқан. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.